флорецин биокремді құлаққа қалай пайдаланамыз деген сұрақтарға мен тағы да жауап беріп кетейін. Құлақтың ішіне крем жағу үшін мынандай мақта талшықтары керек бізге. Осы мақта талшықтарын аламыз да кішкентай мөлшерде, міне кәдімгідей кішкентай мөлшерде аламыз. Осылай кәдімгі құлақтың ішіне қарай кіргіземіз, мақта талшығымен. Ақырын өзіңіз кіргізесіз, тереңірек. Сосын мына жердегі сыртына, құлақтың айналасына осы кремді жағып қою керек. Есте сақтарлық жағдай өте көп жағудың керегі жоқ, Алдында аз-аздан бастаймыз. Сосын тек қана құлаққа жағып қана қоймастан, құлақтың сырттарына кремді жағамыз. Міне айналасына, сырғалыққа жағамыз құлақтың. Сосын мына жердегі лимфа тамырларына жағамыз, құлақтың түбіне жағамыз. Сосын беттегі тройничный нерв, үш аша тамырға жағамыз. Осы бойынша мен қалай массаж жасауды көрсетіп өтем. Ең бірінші мына жердегі лимфа тамырды мына үш саусақпен жоғары қарай көтеріп біз массаж жасаймыз. Төменнен жоғары қарай болу керек, бұл төмен түспеу керек. Тек төменнен жоғары жасау керек, міне. Бұлай жасау арқылы мына жердегі лимфа тамыр арқылы миға оттегі барады, және бүкіл біздің қысылып қалған сосудтар ашылады, және тромбылар, қан тамырлардағы түйіндер ашылады, қан айналысы жақсарады. Бұл арқылы құлаққа барады. Құлақтың түбіне дейін жетеміз да. Енді міне құлақтың түбіне массаж жасаймыз, қараңыздар, Құлақтың түбіне төменнен жоғары қарай массаж жасау керек. Енді беттегі үш аша тамыр, бұл да жауап береді құлаққа. Мына жердегі тройничный нервке былай массаж жасаймыз. Көрдіңіздер ме? Массаж жасаймыз. Сосын құлақтың сырғалығы бар. Құлақтың сырғалығын уқалау арқылы, мына сырғалықты, бұл бүкіл құлақтың нервтерін оятады. Жай ғана кремді жағып жата бермей, осылай әрекет жасап, массаж жасап, құлақтарыңыздың нервтерін оятыңыздар. Құлақтың бүкіл жан-жағының бәріне массаж жасаймыз, себебі құлақ бүкіл адамның өте бір маңызды органы, білесіздер. Осылай массаж жасау арқылы міне құлағыңызды ішіне, сыртына крем жағып, құлақтағы барлық ұйықтап қалған клеткалар оянады. Флорецин биокрем қазіргі таңда көптеген адамдар осы